Әмудария бойында жайласқан Сұлтан Уайс тау тізбектері, Қожакөл менен Бестөбе, Шылпық, Жампық қала сияқлы бір қатар ескі қорғалар менен шекаралас, әйемгі дәуірге тиесілі тарихи орындардың бірі Назархан ел аты. Бұннан бірнеше мың жылдар бұрын Әмударияның төменгі жағаларында қала құрылысы жолға қойылған. Назарханлылар ерте дәуірлерден бастап өнерменшілікпенен бірге диқаншылық, шаруашылық, аңшылық һәм балықшылықпенен шұғылданған. Сұлтан Уайс тауын әйемгі Авеста кітабында Чагра деп атаған. 14-ші әсірде үлкемізде болған саяхатшы алым Аль-Амари осы тау тізбектерінен талік, хлорид таслары өндіретуғынлығы һәм олардан жергілікті халықтардың күнделікті тұрмысы үшін керекті болған әр қилы қожалық бұйырмалары таярланатуыны хақында хабарлайды. Назархан шығыс пенен батысты тұтастырып тұрған әйемгі халықаралық ұлы жібек сауда жолының бір тармағында жайласқан. Ерназар Алакөз Қоңырат һәм Ерназар Кенегес басшылығындағы 14 ұрудың 60 биі жиналып, Назархан атрапында мәслихат өткерген. Ғарезсіздік үшін болған ұсы ұлы мақалықлық күреске ескі дәуірлерден кетірген дәстүр бойынша қан көтеру керек болған. Осы талапты есапқа алған Ерназар Алакөз қан етіп, ата-бабалары һәм қан әулетлерінен болған Назарханлы зарлық төрені ұсынған һәм оны қан етіп сайлаған. Әйемгі Окс дариясының төменгі жағаларында мәдениет, ілім, пән жүдә ерте уақытлардан бастап рауажланған. Назархан ел атынан ұлы инсанлар жетілісіп шықты. Бүгін біз солар хақында сөз етеміз. Хақиқи ісмі Жаббарберген болған Жапақ бақсы Шамұратов 1893 жылы Назархан ауылында туылады. 4 жасында анасынан айырылып, тұрмыстың небір қиыншылықтарын басынан өткереді. Ілім, білім иелеуге, жаңалыққа құмар болып өседі. Бақсының балалық дәуірі ауыр қиыншылықта, кісі есігінде қызмет етуменен өтеді. Әр дайым ауылларға қызықшылар келіп, өздерінің фокустерін көрсетіп тұрар еді. Солардың тәсірінен жас Жапақтың искусствоға деген қызығушылығы арта бастайды. Жапақтың атақлы сүйеу бақсыменен танысуы һәм оған шәкірт түсуі жас бақсының өмірінде кескін бұрылыс жасайды. Жапақтың дутарды кәміне келтіріп шертулері, нама қайырулары һәм хауасы ұнап қалған сүйеу бақсы оны жанынан қалдырмай той мерекелерге алып барады. Бақсышылық өнері сырларын жалықпастан үйретеді. Ұстаздың ақыл насихатларын кеуіліне қатпенен қалем етіп түйген Жапақтың өзі де көп ұзамай талантлы бақсы сыпатында ел халқына таныла бастады. Оның бұл өнерді меңгеруінде Атажан бақсының да қызметлері үлкен. Жұрт тарапынан мойынланған жас бақсы өзінің шеберлігін арттыру жолында дарияның екі бойындағы көп қана ауылларға барып бақсышылық етеді. Өзінің бұл сапарларында Жұман, Шерназар, Қыдырнияз, Әмет, Қаражан бақсылар һәм Ерболат, Елмұрат жырауларменен жақыннан танысады. Солай етіп, Жапақ бақсы тек Қарақалпақстанға ғана емес, ал Хорезм һәм Ташауз уәлаятларында да белгілі бола бастайды. Жапақ Шамұратовтың бақсышылық қырлары менен сырлары
1933 жылы ол Төрткүлдегі радио естіру комитетіне музыкант қосқышы етіп жұмысқа алынғаннан кейін және де ашылады. Бұрынлары халық жиынлары, той мерекелерді қосық айтқан болса, енді оның құлақтың құрышын қандыратығын жағымлы хауазы эфир арқалы бүткіл Қарақалпақстан һәм қоңсылас республикалар бойлап тарады. Бақсы тарапынан үлкен шеберлікпенен атқарылған еллерім барды. Ешбай, Қошаддес, Қожабала, Гөрқыз һәм басқа да қосқыларын радио тыңлаушылар қызығушылықпенен күтіп алды. Сол жыллары өлкөмізге келген Штейнберг, Туманян, Барайловский, Затаевич, Компанеец, Шафранников, Кандарштилов, Ягодин сияқлы композиторлармен танысып, бірге істесуі Жапақ бақсының музыка қанегесі ретінде қалыптасуында үлкен рөл ойнайды. 1936 жылы драматургтерді өреткен пьесаларға музыка жазу зәрулігі келіп шығып, бұл жұмыс сол жылы Қарақалпақ мемлекеттік театрына музыкант һәм қосқышы болып жұмысқа алынған жергілікті халықтың үріп әдетлерін һәм музыка қазинесін терең иелеген Жапақ Шамұратовтың мойнына жүкленді. Сейфулғабит Мәжитовтың Бағдагүл, Мырзағали Дәрібаевтың Көклен Батыр, Асан Бегимовтың Қорлықтан азат пьесаларына музыка жазды. Жапақ аға 1938-39 жылдардан бастап театр қапталында шөпремлестірілген концерт бригадасына басшылық етіп, республикамыздың сахна бүлбүллері Айымхан Шамұратова, Анар Құрбанова, Юлдаш Шариповларменен бірге болып, қосық айту, саз шертуменен бірге әжайып ойынларға да түсіп кете беретұғын болды. Doldana tappas bu kövlüm derdime dermandadır. Zavqım kasta canım könlüme ermandadır. Roqi romal koliga alıp çıqqan berkel, berkel, berkel. Жапақ Шамұратов 2 ұл, 3 қызды тәрбиялап камалға келтірді. Екінші ұлы Жолдас әрдайым кіндік қаны тамған ата жұртына тез-тез мейманда болып, ағайын туысқанларына барып, атасы Жапақ һәм анасы Дүрбашша егіп біткен тебіріп бағларын зияратлап, көзіне сүрме етіп басады. Zar yıqlab qaldım intizarım berkel, berkel, berkel. Жапақ бақсы өзінің жазған қосықлар һәм намаларын кітап етіп баспадан шығарып, келешек әулетқа мирас етіп қалдырды. Kapkamala keldin püsken tüsünde koş anal. Zom alep teklep. Жапақ Шамұратовтың ісмін мәңгілестіру бойынша оның атынан Нүкісте орайлы көшелердің бірін Нүкіс мәдениет һәм көркем өнер колледжі қойылды. Ат ізін тай басар дегендей, Жапақ бақсының шаулығы Омар Жаббар Бергенов ата жолын қуалаған жас бақсы. Оның 100-ден астам ақылық, шаулық, қулықлары бүгін республикамыздың әр қилы тарауларында минет етіп атыр. Жапақ аға Шамұратовтың искусство тарауында халыққа көрсеткен қызметлері үкіметіміз тарапынан жоғары бағаланып, оған 1940 жылы Қарақалпақстан халық артисті, 1944 жылы Өзбекстан халық артисті, Сүймегенге сүйкенбе спектаклі үшін Қарақалпақстан Республикасы Бердіқ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты деген құрметлі атақтар беріліп, орден һәм медаллар, құрмет жарлықтары менен наградаланды. Ол хақында іліми жұмыслар, көркем шығармалар жарияланып атыр. Ол халық ішінен шыққан бірінші композитор мелодист есептеліп, республикамыздың музыка мәдениетін раважландыруда оның қосқан үлесі оғада үлкен.
Hürmetli ақсақалымыз Жапақ ағаның өлмес мираслары еледе ұзақ дәуірлер сақланып, жас әулетларға үлгі болып қала береді. Сыйлар айта күйіп жанып ау, өз-өзінен от қалсын ау, өз-өзінен от қалсын. Шықса салланып ау, ярқасы қалса тауланып, ярқасы қалса тауланып. Сыйлар айтар күйіп жанып ау, өз-өзінен от қалсын ау, өз-өзінен от қалсын. Арзыгүл Атамұратова 1923 жылы Назарханда туылады. Арзыгүл жас уақытынан бастап искусствоға мехр қояды. Ол 2 жыл давамында түрлі сахналарда әрқилы аяқ ойынлар атқарады. Жас Арзыгүл жастайынан бастап өзінің бойында қосық айтуға, аяқ ойынға деген талпыну сезімлерінің ерте оянғанын аңлай бастайды. Ауылға бақсы жыраулар келсе, олардың атқарған қосықларын, ойынларын, сазларын зор ықласпенен тыңлап үйреніп жүреді. Оның құлаққа жағымлы, сүйкімлі, қош ауазы көркем өнерге деген ықласын бұрынғыдан да беттер арттырып жібереді. Әсіресе оның ләпәр айтып ойын ойнағанлары битакрар талант иесі екенлігін көрген Қарақалпақ мемлекеттік музыка театр басшылары Арзыгүлді Нүкіске театрға жұмысқа шақырады. Міне енді мен 44 жылы ауылда Назархан деген ауылымызда жасадым. Сөйді туылып өстім. Мінекей со бір 18-19-да жасылардан ба, мына Жапақ Шамратпа 42 жылы район не көшіп келді, облыс республикамыз Төрткілден. Сонда Жапақ бақшының қызы қосық айтып, ойнап қосық айтатығын еді. Сол ауылға барып, біздің ауылдың адамы ғой олар. Сөйтіп, ал апа деді, сен деді, театрға барасам ба деді. Танысыға 20 қыз, 20 бала алып атырыпты. Ташкеннен Али Ардовс деген балтмейстер келді деп сөйдеді. Сонысын яқшы барайын дедім. Сөйтіп, апам айтым, мен дедім, театрға кетемен дедім. Яқшы балам деді, барсаң бара ғой деді. Міне театрға келдім, театрға келіп, танысыда ойнатты, үйретті Али Ардовс деген. Соң жаңағы даусың жақсы екен деп, мына 45 жылы Гөнағалада Нүкісте жаңағы военкоматта ұрысқа кетіп атырған солдатларға қосық айтып беріп, Арал теңізіне дейін жөнеттік. Міне соңынан өзім даусың жақсы деп барлық пьесаларда ойнатты мені. Айгүлабадта Айгүл, Сүйменге Сүйкенбеде Айсенем, Гүлсара пьесасында Гүлсара, Аршын-Маланда Гүлчахра, орыстың беднесіне парок деген жарлық айбамес деген пьесасында да ойнадым айнанайын. Мінекей енді анша жасқа шығып, соң енді тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуім не қылмады, пьесада ойнағаным жақтырмады. Сөйтіп радио телевидение өтіп кеттім. Арзыгүл Атамұратова Қарақалпақ телерадио жанындағы ансамбльде атқарушылық шеберлігін тек өзі меңгеріп қана қоймай, өзінің шәкіртлері Бибраба Өтепбергенова, Базаргүл Каримоваларға қосық айту сырларын үйретіп, олардың халыққа танылуына себепші болды.
1953 жылы Арзыгүл Атамұратованың радио естіру комитетінің ансамбліне жұмысқа өтуі оның тұрмысында үлкен бұрылыс болды. Бұрын халық жиыны той мерекелерде ғана айтқан болса, енді оның жағымлы ауазы эфир бойлап Қарақалпаққа һәм туысқан республикаларға шекем тарала бастайды. Оның дем бермес, Дариясаң, Келдім, Ешбай, Сені, Бесперде, Қарадәлі қосықлары әзіргі күнде де өз қадір қымбатын жоғалтқан емес. Каракалпакская народная песня «Воза Тау» исполняет заслуженная артистка Каракалпакии Ата Муратова. Театрға келсем, Айымхан апа, Тоқтар Ахманова, Гүлхан Ширазиева, Перхан Әуезова, Пәтима Бекболатова деген жақсы апайлар бар екен. Енді біразлары менен сәл енді 1-2 жас үлкен, енді Айымхан апа менен 6 жас үлкен екен, 6-7 жас. Соларда енді құрдастай ауа, олар енді сіңлім деп бірге пьесаларда бірге ойнадық. Мен Айымхан апа менен енді сондай бір апалы сіңілдей болдым. Айымхан апаның үйіне театрда істеп жүрген уақытында Айымхан апа қосық айтады. Енді пьесаларда да ойнады, ойнаған пьесаларында енді кемпір рөлінде ойнады ма, енді олар ядымда жоғырақ. Енді мен қыз рөлінде ойнадым, ол енді қосықты сондай жақсы, дауысларым сондай жақсы етті. Ауа бір адамға бір жағымлы Қарақалпақтың халық қосықларын жақсы айтатыған еді. Қыстың күні, ұрыс жыларында қыстың күні ат не жоқ, машин жоқ. Ат арба, өгіз арбалар менен районларға, колхоздарға барып концерт қоятығын ек. Пияда жүретіғын едік. Біздер енді жасырақ шығу уақытта жас үлкеніректер арбада отырады. Біздер пияда жүріп, жолда әр жерде от жағып, ысынып, сөйтіп баратығын ек, колхоз барам. Міне енді бұл ұрыс жыларында келгеннен кейін ұрыс жыларында қазіргідай жүда не емес еді. Міне істеушіге 500 грамм нан береді, істемейтіғыларға 300 грамм нан менен сол уақытлары бізде театрда біздерге айлығам жоқ. Сол айлықтың орнына біздерге товар беретіғын еді. Міне командировкаға шығамыз, міне Айымхан апа барама басқа пьеса алып, Шымбайға барамыз, Шымбайға міне қыз кеткеннің іші менен қайық менен барған уақытларымыз болды. Машин жоқ ол уақытлары. Сондай не. Сондан бір күні Ақынбаев колхоз дейді Шымбайда Жолмырза Аймырзаев, Садаға Нұрымбетов, бұл Айымхан апа, осы мен бірге танысыда ойнайтын 1-2 қыздар бәріміз сөйерге командировка батырмыз. Ана колхоздан мына колхозға пияда баратыған едік. Көрпе төсегімізді арқалап, ана ерден ана колхоздан мына колхозға пияда барған уақытларымыз болды. Міне сол қиыншылықтарға көніп, міне искусствоны тасламай, осы уақытқа дейін мінеке апаңыз білген қосықларын, ұмытпаған қосықларын айтып сөйтіп беріп кеп жүрді. Ұшырдым қалқысымда, ешбір жерде тұрар жоқ, әсіретпенен бұл сәнемді көрмегенше қарар жоға.
kararı yok. Uçtu bul devletin kısı, aktar elmuna жазlı kısı. Deregin bilmesiz kişi, bir sevbette turar joğa. Қарақалпақстан телерадио комитеті алтын фондында Арзыгүлдің 50-ден артық қосықлары орын алған. Арзыгүл Атамұратоваға халық алдында қызметтері үшін 1949 жылы Қарақалпақстанда қызмет көрсеткен артист, 1959 жылы Өзбекстанға қызмет көрсеткен артист, 1965 жылы Қарақалпақстан халық артисті, 1968 жылы Өзбекстан халық артисті атақтары берілді. Өзбекстан Республикасы қаретсіздік алғаннан соң Арзыгүл апаға Шухрат медалы берілді. Арзыгүл Атамұратова өзінің қосық атқару творчествосы бәлен тавазы қосықлары менен өз ықыласпенділерінің кеуілінен орын алды. Хәмеше ол халық арасында хүрметлі һәм мехрибан ана. Ең тек арқысы, халық сеніміне ерісіп, минеті арқалы көптің хүрметіне еріскен. Осындай ағла пазилетлерді өз бойына жәмлеген пидайы, шебер қосықшы Арзыгүл апаға біз өз кезегімізде рухи күш-қуат, мәдет тілейміз.